Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз сіздермен болдырған манты жасайтын боламыз. Дрожжевой манты. Ол үшін бізге керегі 500 грамм 2 шай қасық дрожжи және тұз қосылған суымыз. Тұзға тұзымызды қосып жақсылап қамыр илеп аламыз. Қамырымыз өте жұмсақ болмау керек, өте қатты болмау керек. Жұмсақ етіп, орташа көлемде жұмсақ етіп қамыр илеп аламыз. Жуамызды осылай төртбұрышты етіп турап аламыз. Сақып, міне фаршымызды алдын ала тартылған дайындап қойдым. Осы фаршымызға бір ас қасық, бір шай қасық қара бұрыш қосамыз. Бір шай қасық қызыл бұрышымызды қосып аламыз. Ендігі кезекте бізге тұз қосу керек болады. Бір ас қасық тұзымызды қосып аламыз. Араластырмас бұрын табамызға турап алған, сақтап турап алған жуамызды алып, қысып араластырып шығамыз. Соны шығарып, соғы шығып су ішімді болу үшін, және де оған 50 граммдай су қосып жібереміз пиязымызға. Осы бұны енді жақсылап араластырамыз. Енді жаңағы тұз бен қара бұрыш қосылған фаршымызды үстіне қосып, барлығын қатты қолымызбен қысып, соғын шығарып, араластырып шығамыз. Енді бұның үстіне біз 40 граммдай су майымызды қосамыз. Менің етім кішкене майлылығы көп, сондықтан мен 40 грамм ғана қостым. Егер де майсыз ет болатын болса, 50 граммнан жоғарырақ қоссаңыздар да болады. Міне нанымыз ашып дайын болды. 2 сағат көлемінде тұрып болған. Ол нанымызды алып, әбден ашып көтерілген нанымызды су майымызды жағып, осылай жан-жағына алып, оны дөңгелек деп алатын боламыз. Дөңгелек етіп кесіп аламыз барлығын. Міне осылай өздеріңіз видеода көріп тұрғандай етіп дөңгелектеп шаламыз барлығын. Енді осыны түйіп шығатын боламыз. Міне өздеріңіз видеода көргендей бір саусақпен қысып тұрып, келесі саусақтың көмегімен айналдыра түйіп шығамыз. Домалақ қап ортасын кішкене ашықтау қалдырамыз. Міне нанымыздың жан-жағын осылай жұқалап бірінші басып аламыз. Сосын барып, міне түйетін боламыз. Сол кезде түйген кезде нанның қалың болмайды. Жан-жағын осылай жұқа етіп жасап алсақ. Міне видеода көргендеріңіздей жан-жағын осылай басып жұқалап аламыз. Міне енді мантымызды түйеге кірістік. Міне осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай бір саусақтың көмегімен жан-жағынан қысып, осы ортасын кішкене ашық қалдырып түйіп аламыз. Осылай салып аламыз. Тағы да біреуін түйіп көрсетейін деп жатырмын. Мінекей, осылай түйіп шығамыз. Міне мантыларымыздың бәрін түйіп болдық. Болдырған мантымызды осындай болып шығады. Айналдыра түйеміз. Енді манты барқымыздың табағын сұйық маймен майлап, су маймен оған мантымызды түйіп салып, табаға 40 қайнап тұрған суымызға 40-45 минут көлемінде пісіріп аламыз. 45 минут көлемінде пісіріңіздер. Нан ашыған болғандықтан көбірек пісуді талап етеді. Өйткені арасындағы нан шикі болып қалмас үшін 45 минут ровно пісіріңіздер.
мінекей үстіп арасын алшақ қойып шығамыз. Өте жақын қоймауымыз керек. Өте жақын қойсақ ашылғаннан піскен кезде жан жағына дәуіп бір-біріне жабысып қалуы мүмкін мантымыз. Мінекей қойып шығамыз. Ендігі кезекте бізге үстіне дәмдеуіш дайындау үшін осындай чесногымызды, 2 квас чесногымызды өте қатты сақтап турап аламыз. Чеснок мыжылмалкамен өткізіп алсаңыздар да болады. Негізі чеснок мыжылмалкадан гөрі өсіп қолмен сақтап туралған өте жақсы болады. Өстіп сақтап турап аламыз. Барлығын жақсылап. Менің каналыма тіркеліп, видео ұнаса тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Мантының басқа да түрлері бар. Енді мынандай табағымызды алып, ыдысымызды оның үстіне осындай кептірілген болгар бұршын, қызыл бұршымызды 1 қасық тәттісінен 1 қасық аштысынан қостым. Өте қатты ашты болып кетпеу үшін, өте қатты тәтті болмау үшін екеуінен де араластырдым. 2 ас қасықпен міне оған турап алған чесногымызды қосып араластырып, әбденірек араластырып аламыз. Енді осыған кішкене суымызды құйып жібереміз үстіне. Су құймасақ болмайды. Мынаған табағымызға сұйық май 40 грамм, 50 граммның шамасында құямыз. Ол қызғанша міне суық суымызды құямыз бірінші. Суық су 20 грамм, 30 граммның арасында болады. Өте көп су құймаймыз. Кішкене ылғалданғанша ғана, өте қатты сулы болып кетпеу керек. Енді осыны үстіне жаңағы табаға қойып қыздырып алған су майымызды құямыз. Мінекей. Быж етіп түтін шығады. Осылай жасап аламыз. Біздің соусымыз дайын. Енді міне мантымыз да пісіп дайын болды. Енді осы пісіп алған мантымызды бетіне қызыл бұршымызды, соусымызды жағып шығатын боламыз. Дәмдеушімізді. Міне осылай. Осылай. Әрқайсының бетіне жағып ұсынатын боламыз. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмді, өте тәтті, дәмі тіл үйіреді. Отбасыларыңызды қуантыңыздар. Мантының жасап болдырған манты мінекей сочный манты болып шығады. Ас болсын, сіздер де жасап көріңіздер. Видео пайдалы болса тіркелуді ұмытпаңыздар маған.